Сәлеметсіздер ме 7-ші сынып оқушылары, біз бүгінгі видеода қазақ тілінен 1-ші тоқсанға арналған бірінші БЖБ жұмысын орындайтын боламыз. Бірінші тапсырма: мәтінді мұқият тыңдап, үзілген тұсынан сұрақтарға өз болжамыңызбен жауап беріңіз. Түпнұсқаны тыңдаған сайын өз жауабыңызбен салыстырып, кері байланыс беріп отырыңыз. Сұрақтарға жауап береміз. Бірінші сұрақ: табиғатта үздіксіз өзгерістер болып жатады. Ол қандай өзгерістер болуы мүмкін? Мысал келтіріп көріңіз. Өзгерістердің барлығы адамзат қолымен жасала ма? Әлде табиғат құбылыстарының да әсері бар ма? Табиғатта үздіксіз болатын өзгерістер әртүрлі құбылыстардан тұрады, және оларды екі негізгі топқа бөлуге болады. Табиғи құбылыстар және адамның әрекетімен байланысты өзгерістер. Қоршаған ортаның ластануы, зауыттардан шығатын газдар, пластик қалдықтары және химиялық заттар табиғатты ластап, оның экожүйесін өзгертеді. Қалалар мен зауыттардың салынуы ауа мен судың ластануына әкеледі. Ормандарды қырып жою экожүйеге әсер етіп, жануарлар мен өсімдіктердің жойылуына әкеледі. Бұл өзгерістер адамның әрекетінен болатын өзгерістерге жатады. Ал табиғи құбылыстарға мыналарды жатқызуға болады: жер сілкіністері, жанартаулардың атқылауы және тағы басқалары. Табиғаттағы өзгерістердің барлығы бірдей адамзат қолымен жасалмайды. Табиғат құбылыстарының өз заңдылықтары бар, және олар адам араласпай-ақ орын алады. Бірақ адам әрекеті табиғатқа айтарлықтай әсер етуі мүмкін. Келесі екінші сұрақ: күн мен түннің ауысуы және күннің тұтылуының себептері неде? Болжамды жауабыңызбен бөлісіңіз. Күн мен түннің ауысуы жердің өз осінен айналуынан туындайды. Жер өз осінен 24 сағат ішінде бір рет толық айналып шығады. Жердің белгілі бір бөлігі күнге қарай бағытталған кезде сол аймақта күндіз болады, ал керісінше жердің басқа жағы көлеңкеде қалып түн болады. Осылайша жердің айналуы күн мен түннің кезектесіп ауысуына себеп болады. Күннің тұтылуы айдың жер мен күннің арасынан өтіп, күнді уақытша жауып қалуынан туындайды. Бұл құбылыс ай жердің көлеңкесінде дәл келетін орбитада орналасқан кезде болады. Күн мен түннің ауысуы жердің айналуы нәтижесінде табиғи түрде болып отырса, күннің тұтылуы сирек болатын астрономиялық құбылыс болып табылады. Осымен БЖБ тапсырмасы аяқталды. Каналға тіркеліп, видеоға лайк басып, видеоны достарыңызбен бөлісе кетіңіздер.